Сәлеметсіздер ме балалары? Жаратылыс тану сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз пайдалы қазба деген не? Кітаптың 26-27 бетінде балалар. Бүгінгі сабақта сендер пайдалы қазбаның не екенін түсінетін боласыңдар. Пайдалы қазбалардың қалай өндірілетінін білетін боласыңдар. Тірек сөздеріміз бізде пайдалы қазба, кен, карьер, шахта және бұрғылау. Ал балалар, жедел жауап, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Табиғат ресурстары дегеніміз не? Табиғат ресурстарын не үшін пайдаланады? Табиғат ресурстарын қайдан алады? Ал балалар, табиғат ресурстары дегеніміз адамзат өмірінде шаруашылық маңызы үшін қолданылатын табиғаттың бір бөлігі. Яғни бұлар топырақ, жануарлар мен өсімдік жамылғысы, пайдалы қазбалар, қолайлы климат жағдайлары, жел күші тағы да басқа жатады екен. Жер қыртысынан қазып алынып, адам қажетіне жарататын табиғат ресурстарының түрі пайдалы қазбалар деп аталады. Пайдалы қазбалар жер астында да, жер бетінде де, тіпті су ішінде де болады екен. Оларға көмір, мұнай, газ, алтын, күміс, қорғасын, әктас, гипс, бор, гранит, ас тұзы сияқты ресурстар жатады балалар. Жер қабығындағы пайдалы қазбалардың жиынтығы кен деп атайды. Оларды өңдеу арқылы металдар мен металл емес заттар алынады. Ал балалар, не өндірілетінін білейік. Фотосуреттерде қандай үдерістер бейнеленген? Бұл жерлерден қандай пайдалы қазбалар өндіріледі және оларды қалай қазбалады? Пайдалы қазба өндіруге байланысты қандай мамандықтарды білесіңдер? Ал балалар, үй салу үшін қандай пайдалы қазбаларды қолданады екен? Білесіңдер ме? Пайдалы қазбаларды түрлі әдіспен өндіріледі. Жер бетіне жақын жатқан кенді экскаватормен қазбалады. Оны ашық әдіс деп атайды. Қазылған жерлерде үлкен ойыстар карьер түзетіледі. Карьердегі қазылған кенді экскаватормен машинеге тиеп, өңдейтін орынға жеткізіледі. Терең жер қойнауында жатқан кенді қазып алу үшін шахта жасалады. Бұл жабық әдіс деп аталады. Шахтадан өндірілген кен арнайы вагонмен жер бетіне шығарылады балалар. Ал мұнда жер қыртысында қоймалжың күйде кездеседі. Оны бұрғылау әдісімен алады. Ол үшін мұнай шығарылған жерде үлкен бұрғымен тесіп, сорғып тартады екен балалар. Ал балалар, мына кітаптағы суреттерге қараңдар, ойланып көріңдер, пайдалы қазба өндірілетін жерлердің қандай ұқсастығы мен айырмашылықтары бар? Қалай ойлайсыңдар? Және де балалар, естеріне сақтаңдар. Пайдалы қазбалар жер қойнауында болады. Оларды ашық әдіспен карьерлерден, жабық әдіспен шахталардан қазып алады. Сұйық күйдегі пайдалы қазбалар бұрғылау арқылы алынады балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Жаңағы берген тапсырманы пайдалы қазба өндірілетін жерлердің қандай ұқсастығы мен айырмашылығын балалар тауып, менің өз жекеме аудио жазбамен жіберіңдер.